Жена мужчины отказывает ему в близости, и он не может найти другого способа удовлетворить себя, например, найти другую женщину и жениться на ней. Тогда он может склониться к запретному и совершить прелюбодеяние, а причиной этого великого греха станет именно она. Поэтому мы говорим, обращаясь к женщинам: бойтесь Аллаха, свят он и велик. Если твой муж позвал тебя в постель, то не отказывайся, а ответь ему согласием, и помни, что если ты откажешься, то тебя будут проклинать ангелы. Аллах, находящийся над небесами, свят он, разгневается на тебя. Бисмилля, әлеуметтік желіде Шейх Хулейдждің осындай мәтіндегі видеосы таралған екен. Бұл видеода оның айтуынша, егер күйеуі әйелін төсекке шақыратын болса, сол кезде әйел оған қарсылық танытса, кейін күйеуі барып зина жасаса, сол күнәнің, яғни сол зинаның күнәсін әйелі көтереді дейді. Яғни біреудің күнәсін біреу көтереді. Бұл әрине ақида бойынша өте қате түсінік. Біреудің күнәсін біреу арқаламайды. Айша анамыз мынандай бір елдің аузына таралған сөзді Құран аятымен жоққа шығарған. Айша анамыздың кезінде қандай да бір адам қайтыс болғаннан кейін оның үй іші оны жоқтап жылап сықтайтын болса, Аллаға қарсы сөз айтатын болса, соның күнәсін жаңа қабірде жатқан адам шегеді деп, қабірде жатқан адам азап шегеді, қиналады деп елдің аузында таралған әңгімеге Айша анамыз ол дұрыс емес. Аллах Тағала Құранда ла тазиру вазирату визра ухра, біреудің күнәсін біреу арқаламайды деген аятты дәлел келтіреді. Біз де Шейх Хулейджге осы аятты қарсы дәлел келтіреміз. Біреудің күнәсін біреу арқаламайды. Ерлі зайыптың арасында болған нәрсе сол ерлі зайыптың арасында қалады, және де біреудің істеген күнәсін біреу көтермейді. Сондықтан да зина сияқты ауыр күнәға баруға ешқандай ақтау да сылтау да жоқ. Аллаху а'лам.